Сәлем футбол жанкүйерлері. Әйгілі Ливия елінің диктаторы Муаммар Каддафидің футболшы ұлы жайлы естіп пе едіңіз? Саади Каддафи өз елінің алпауыт клубтарында ғана емес, Италияның бірнеше ортанқол командаларында да доп тепкен. Алайда Саади өзінің жасыл алаңдағы өнерімен емес, футболдан тыс өмірімен көбірек есте қалған. Ол өз командаластарына үй, телефон, автокөлік сынды қымбат сыйлықтар сыйлауды ұнатқан және де жаттығуға жеке оққағарларымен келетін болған. Жалпы алғанда Италияда өткізген 4 жылында Перуджа, Сампдория, Удинезе сияқты футбол клубтарында ойнап, Италия А сериясында бар жоғы 2 ғана ойын өткізген. 2011 жылы Муаммар Каддафидің билігі құлағаннан кейін өзінің бауырлары Сейф және Мутазимен бірге қамауға алынған. Қазірде 48 жасар экс-футболшы өз елінің саясатында қызмет етуде. Құрметті достар, егер де сіздерге осындай видеолар ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған мен Батиньо KZ арнасы.